Рубашканың лекаласын құрастырып дайындап алдық. Енді детальдарды қырқып дайындап алуға кірісеміз. Бұл жерде 1 сантиметр тігіске қалдырылған. Осы арқылы осы шетінен қырқып шығасыздар. Осындай рубашка дайын болды лекаласы. Лекаламыздың барлығын қиып дайындап матаға пішіп жатырмыз уже. Матаға пішкен кезде мен бұлай матаны бірінші 2 бүктеп алдым. Жең артқы бөліктерді қойдым. Артқы бөлікті мен бүктемеге, мына жерде бүктемеге қойдым. Мына жақта ашық. Осыны қазір қиып, детальдарды қиып алатын боламыз. Матаға барлығын пішіп дайындап алдық. Артқы бөліктің үстіңгі бөлігі бүктеме бізде 1 деталь. Манжет 2 деталь бізде, 2 матадан 2-ін қиып алдым. Алдыңғы бөлік 2 деталь. Артқы бөлік бізде бүктеме, жең 2 деталь. Барлығынан қиып, пішіп дайындап алдым. Енді тігуге кірісеміз.